Халық композиторы, ақын, өкілі Ыбырай атамыздың «Гәкку» әні жөнінде бірер ауыз білетінімізді елмен бөліссек деп отырмыз. Жалпы бұл «Гәкку» әні үлкен қазақ ән өнерінің шоқтығы биік ән, махаббатқа арқау болған, символикалық тұрғыда аяулы қазақтың ару қыздарын аққуға балаған. Бұл әнді енді біздің «Қыз жібек» фильмінде де қолданғанын білесіздер. Жалпы осы әннің шығу тарихы туралы көптеген аңыздар бар. Соның ішінде қазақтың қабырғалы қаламгері Төлеген Қажыбаевтың «Ұмытпа мені Гәккуім» деген үлкен драмасы бар. Сол драмада осы әннің шығу тарихы туралы мынандай аңыз баяндайды. Өкілі Ыбырай өзінің нөкерлерімен Кәкима дейтін қыздың ауылына ат шалдырған екен. Үйге жақындап келген сәтінде алдынан жеңгесі шығып: «Әй, қызыл танаулап қайдан жүрсіңдер? Даяр асқа тік қасық адам сияқтанып» деп. «Мынау жүріс-тұрыстарыңа қарасам, жаяу сылтаң адамдарға ұқсамайсыңдар. Дәуде болса, менің күнім көзімнің әнін алыстан естіп аттың басын бұрып келген түрлерің бар шамасы» дейді. Сөйтіп не керек? «Иә, ән болса әнін айтып, осы кештің көркін бірге қыздырсақ деп келдік» деп жағдайын түсіндіргеннен кейін: «Әй, сендер өз кімсіңдер? Арқаны әнмен қырған Ыбырай деген жас бері шықты деп еді. Солар сен емессіңдер ме?» дейді. «Болсақ болармыз» деп жаңағы Ыбырайдың нөкерлері үйге түседі. Хакима дейтін сол жүк аяқтың үстінде отырып сырнаймен сызылта ән салған, көмейіне бұлбұл ұя салған сол аруға Ыбырай атамыздың өнеріне деген құрметі, түр әлпетіндегі сұлулығына деген сыйластығы осы бір әннің өн бойынан төгіліп түскен болса керек. Сол «Гәкку» әнінің өнертанушылардың зерттеу бойынша 90 түрі бар дейді. Соның шамам келгенше, енді кәсіби әнші емеспін, бір нұсқасын орындап берейін, қабыл алыңыздар. Аралап талай жердің дәмін таттым, қосалып айдың көлде дабыл қақтым. Гәкку гәгәгәй, айталмай Гәккуімді-ау ешбір адам. Маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Гәкку гәгәгәй, Гәкку гәй, Гәкку гәгәгәй, Гәкку гәй, Гәкку гәй, Гәкку гәгәгәй, Гәкку гәгәгәй, Гәкку Гәкку гәгәгәй, Гәкку гәй, Гәкку гәгәгәй, Гәкку гәй, Гәкку гәй.